Сәлем достар. Бүгін бізде өтетін тақырыбымыз ол бізде логарифм, иә. Жалпы логарифм бұл бір санды басқа санның дәрежесі түрінде көрсету үшін қолданылатын математикалық ұғым. То есть, егер де бізге аның x дәрежесі тең b-ға болса, мысалы қарастыратын болсақ, сразу 2-нің мысалы 3 дәрежесі тең 8-ге, иә. Мұнда бізде логарифм a негізі b тең x-қа аның қандай дәрежесі тең b-ға деген сияқты ғой. Бізде 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге. Сонда бізде логарифм 2-нің 8 тең 3. 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге. Солай қарастырамыз. Бізде мұнда тұрған a-мыз, ол бізде негізі болғандықтан, a-мыз әрқашанда 0-ден үлкен және де 1-ге тең болмайды. Ал b-мыз ол логарифмделінетін сан. Ол әрқашанда 0-ден үлкен болады. Мұнда a 1-ге тең болмайды, себебі 1-дің любой дәрежесі өзі болады, 1-дің өзі шығады, сондықтан біз 1-ді қоймаймыз. Ал b ол бізде 0-ге үлкен болады, себебі a-ның любой дәрежесі дегенде, мысалы даже a-ның 0 дәрежесі 1-ге тең, a-ның 1 бөлінген көп дәрежесі 0,1 болады да, бірақ ешқашанда 0-дің өзіне тең болмайды, сондықтан 0-ден үлкен болады әрқашанда. Ал x деген ол сол логарифмнің мәні. Енді логарифмнің қасиеттері бар. Мысалы, логарифм a негізі 1 дегеніміз ол 0-ге тең. a-ның 0 дәрежесі тең 1-ге. Мұнда 1 болса, ол 0-ге. Ал егер де логарифм негізімен сол логарифмделінетін саны екеуі бірдей болатын жағдайда, оның жауабы 1-ге тең болады. Сосын, егер де бізде логарифм a негізі b мен c-ның көбейтіндісі берілсе, біз оны әрқайсысын жеке-жеке қосынды ретінде бірдей негізде жаза аламыз. Және де бөлінді ретінде берілсе, біз оны әрқайсына жеке-жеке бірдей негізде олардың айырымы ретінде жаза аламыз. Ал егер де логарифм a негізді b-ның m дәрежесі, мұнда тұрған b-ның дәрежесін біз осы логарифмнің алдына жібере аламыз. Ал егер де дәреже бізде логарифмнің негізінде тұратын болса, онда ол бізде логарифмнің алдына 1 бөлінген болып кетеді. Және де егер де бізде есептерде логарифм бөлшек түрінде берілсе, ол бөлшектің бөлімінде тұратын болса, біз оны алымына қалай жібереміз? Алымына жіберген кезде бізде осы негізімен логарифмделінетін саны екеуінің орны жай ғана ауысады. Және де бізде көрсеткіштік түрде берілсе, мысалы санның логарифм дәрежесі, егер де санның өзімен логарифмде тұрған негізінің екеуі бірдей болатын жағдайда, олар жай ғана қысқарып кетеді да, x-ның өзі қалады. Сонда енді мысал есеп қарастыратын болсақ, мұндай есепте біз әрқашанда артынан бастаймыз. Сонда бізде логарифм 16, логарифм 5 негізді 25, ол бізде 5-дің квадраты. Жаңағы қасиеттерде айтқандай, 5-дің мынаның дәрежесі бізде логарифмнің алдына түседі. Сонда бізде логарифм 16, 2, логарифм 5 негізі 5. Мұнда екеуі тең ғой, бір-біріне тең болғандықтан бұның мәні біз 1 деп айттық. Сонда логарифм 16 негізді 2. Ал 16 дегеніміз ол 2-нің қандай дәрежесі? 2-ні біз өзіне неше рет көбейткенде? 2-ні біз өзіне 4 рет көбейткен кезде, значит 2-нің 4 дәрежесі тең 2. Мынау дәреже ол бізде логарифмнің алдына 1 бөлінген болып түседі. Ал логарифм 2 негізді 2 дегеніміз ол жай ғана 1. Сонда 1 бөлінген 4 жауабы. Келесі есепте бізде мұнда логарифм 3 негізді x мынаны жазамыз. 9 деген ол бізде логарифмнің 3-тің квадраты 3x қалсын. Мынау 2 көбейтіліп тұрғандықтан біз бұл 2-ні 3-тің үстінен түсті деп алсақ, мысалы оны қайттан орнына қоя аламыз ғой. Сонда логарифм 9 негізді 3-тің квадраты. 3-тің квадраты ол бізде 9-ға тең. Логарифм 9 негізді 9-ы ол бізде не? 1. 9-ның қандай дәрежесі 9-ға тең? Конечно, 1, Сонда мұнда логарифм 3 негізді x. Мұнда ол квадраты дәрежесі алдына 1 бөлінген болып кетеді. Сонда бізде не қалады? Логарифм 3 негізді 3x мынау екеуі көбейтіліп тұрғандықтан біз әрқайсысын
бірден негізде алып олардың қосындысы ретінде жаза аламыз ғой. Сонда логарифм 3 негізді 3 қосылған логарифм 3 негізді x-тің тең болады. Мынау 1 қалды. Мынау 2-ні біз бірдің қасына көбейтінді ретінде жібереміз. Сонда бізде қалатыны логарифм 3 негізді x. Мынау бізде 1 ғой. Сонда 1 қосылған логарифм 3 негізді x тең 2. Сонда жақшаны ашамыз. Логарифм 3 негізді x, мынаған көбейтеміз, мынаған көбейтеміз. Қосылған логарифм 3 негізді x-тің квадраты тең болады 2. Енді логарифм 3 негізді x-ті a деп қарастыратын болсақ, онда бізде a-ның квадраты қосылған a, мынау 2 бізде минуспен келеді. Сонда 2 минус 2 тең 0. Ал минус 2, мынау 2-ні, ол бізде 1 мен 2-ның көбейтіндісі. Енді виетпен қарастырсақ, қандай x санды өзіне қосқан кезде бізде минус 1 болады. 1 мен минус 2, көбейткен кезде бізде минус 2 шығады. Сонда біріміз бізде 1-ге, екіміз минус 2-ге. Енді оны біз әр қайсысын екеуі тең ғой. Сондықтан логарифм 3 негізді x-қа теңестіреміз. Сонда 3-тің 1 дәрежесі тең x-қа болады. Сонда x-іміз бізде, x1-іміз бізде 3. Енді минус 2. Логарифм 3 негізді x тең минус 2. 3-тің минус 2 дәрежесі тең x-қа. Сонда x2-міз бізде тең 1 бөлінген 9-ға. Минус болғандықтан ол бізде бөлме кетеді. Сонда мына екеуі жауап болады. Келесі есеп. Мұнда бізде минус x дейді. Бұндай есептерде біз анықталу облысы сияқты анықтап аламыз. Бізде x-іміз қаншаға тең бола алады, қаншаға тең болмайды деген сияқты. Мысалы, минус x-ті біз кіші немесе тең 0-ге деп алатын болсақ, және x қосылып 4-ті кіші немесе 0-ден деп алатын болсақ, осылардың екеуінің біз бірігуін табатын болсақ, бірігуін тапсақ, онда біз x қандай мәнге, қандай аралықта жатпайтынын табамыз. Онда x кіші немесе тең минус 4-тен x үлкен немесе тең, мынаны минус 1-ге көбейтеміз ғой. Сонда бізде 0. Екеуін қояйық. Мысалы мына жерде 0. Онда минус 4 болса, бізде 0-ден үлкен сандар, және минус 4-тен кіші сандар. Сонда бізде мұнда минус шексіздіктен осы екеуінің қиылысуы емес бірігуін табамыз ғой. Минус шексіздіктен минус 4-ге дейін, және де 0-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл аралықта бізде x-тің мәні болмайды. Біз ол аралықты алмаймыз. Сонда, енді жай шығаратын болсақ, логарифм 2 негізді минус x-тің квадраты тең 1-ді біз мынау ненің негізіне бірдей қылып алсақ, бізде ыңғайлы болады. Логарифм 2 негізді 2, ол бізде бәрібір жауап 1-ге. Ештеңе өзгермейді. Қосылған логарифм 2 негізді x қосылған түрде. Сонда мынау қосу болған кезде екеуінің негіздері бірдей, біз оларды көбейтінді ретінде жаза аламыз. Сонда логарифм 2 негізді минус x-тің квадраты тең логарифм 2 негізді 2 мен x қосып 4-тің көбейтіндісі ретінде жазамыз. Сонда мұнда теңдіктің екі жағында да логарифм екеуінің негіздері бірдей болған жағдайда біз олардың нелерін жай ғана теңестіреміз. Сонда минус x квадрат тең 2 көбейту x, 2x қосылған 8. Оның барлығын бір жаққа алып келсек, x квадрат минус 2x минус 8 тең 0. Осыдан бізде 8, ол бізде 4 пен 2-ның көбейтіндісі. Қандай x санды қосқан кезде бізде минус 2 болады. Минус 4 пен 2-ні қоссақ, бізде минус 2 болады. Жоқ, бізге мысалы наоборот қой, плюс 2 керек. Сонда 4 пен минус 2-ні аламыз. Екеуінің көбейтіндісі бізде минус 8, қосындысы жай ғана 2 болады. Дұрыс. Сонда бізде x1 тең 4, x2 тең минус 2. Сонда бізде мұнда 4 пен минус 2 шықты. Мынау аралықта бізде мәні болмайды дедік. Минус 2 ол бізде осы аралықтың ішіне кірмейді. Себебі минус 2 ол примерно мына жақта, ол бізде кірмегендіктен жауабы тек қана минус 2 болады. Ал 4 ол бізде мұнда плюс шексіздіктің ішіне кіріп тұр. Значит, ол жауапты біз уже қарастырмаймыз.
Енді келесі есепті қарастырсақ, бізде мында негіздері бірдей және де минус тұр. Значит, біз бұларды жай ғана бөлімді ретінде қарастырамыз. Сонда логарифм 10 негізді x қосу 5-ті біз жай бөлеміз x квадрат минус 25-ке тең болады 0-ге. Енді 10-ның қандай дәрежесі? Сен 10-ның 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Значит, 1 тең x қосу 5 бөлінген x квадрат минус 25. X квадрат минус 25 деген ол бізде x квадрат минус 5-тің квадраты, ол бізде x плюс 5, x минус 5. Формула, қысқаша көбейту формуласы ретінде ашылады. Сонда біз оны 1 тең x қосу 5 бөлінген x қосу 5, x минус 5. Сонда мынаумен мынау қысқарып кетеді. 1 тең 1 бөлінген x минус 5 қалады. Аны енді бөлімді ретінде тұрғандықтан көбейтумен жібереміз. Сонда x минус 5 тең 1-ге, x тең 6-ға. Жауабымыз бізде 6-ға. Жаңағы мұнда айттық қой, жаңа анықталу облысын табу керек деп. Сонда бізде мұнда x қосу 5, мысалы, мынау екеуінің бірігуін тауып, қандай аралық мұнда кірмейтінін табайық. X қосылған 5, ол бізде кіші немесе тең 0-ден болса, онда ол аралықта болмайды. Сонда x-іміз кіші немесе тең минус 5-тен x квадрат минус 25-ді қарастырамыз. Кіші немесе тең 0-ге. X квадратымыз кіші немесе тең 25-ке, x кіші немесе тең плюс минус 5-ке. Сызайық. Мұнда бізде минус 5 және де 5. Таңба аралық плюс, минус, плюс, себебі x квадратын алды, бізде плюс. Сондықтан біз плюстан бастаймыз. Енді мұнда қай аралықты аламыз? Минус аралық таңба кіші. Аралықты аламыз. Келесі ол бізде минус 5. Мұнда біз минус 5-ті салатын болсақ, минус 5 тең біз минусқа кетеміз. Сонда бізде қай аралық кірмейді? Минус шексіздіктен 5-ке дейінгі аралық кірмейді. Бірақ бізде жауабымыз 6 шықты, ол бізде кіріп тұр, значит, жауабы болады. Осымен бүгінгі сабақты аяқтайық. Рахмет, сау болыңыздар.